Баршаңызға сәлем. Бүгін бауырдан осындай дәмді, әдемі, дәмі тіл үйіретін котлет жасайтын боламыз. Міндетті түрде видеоның соңына дейін көріңіздер, бірге жасап көрейік. Өте дәмді, дастарханға, кешкі асқа ұсынғанға, және де қонақ келген кезде дастархан жайғанға, асартекеге қойғанға өте дәмді әрі күшті рецепт. Және де осылай кішкене етті турап, мясорубкадан өткізуге дайындаймыз. Жуып, тазалап, жақсылап, бауырды да 2-3 рет жуып алып, осылай мясорубкадан өткізгенге турап дайындаймыз. Және де турап болғаннан кейін де тағы бір рет бауырды жуып алыңыздар, себебі қаны шығып тұрады. Ал енді пиязымызды да осылай үлкен-үлкен етіп, мясорубкаға ыңғайлы етіп турап алатын боламыз. Осылай 3 пияз қостым мен. Видеоның астына описание бөліміне қандай заттар керек, қанша мөлшерде керек жазып қоятын боламын. Және де 3 түйір чеснок қостым. Егер чеснокты, сарымсақты ұнатпайтын болсаңыздар, қоспай-ақ қойсаңыздар да болады. Және де ет, бауыр, пияз үшеуін араластырып отырып, осылай мясорубкадан өткізіп алатын боламыз. Міндетті түрде видеоның соңына дейін көріңіздер, және де дәл осылай жасап жеңіздер, өте дәмді, бір жасағаннан күшті болып шығады. Және де менің каналымда плейлист бөлімінде неше түрлі үй жағдайында жасалатын дәмді ерекше кешкі ас түрлері бар. Етсіз жасалатын дәмді тағамдар бар. Көрсеңіздер болады. Котлетімізге енді керекті дәмдеуіштерді қосатын боламыз. Осылай көз мөлшермен қара бұрыш қостым. Және де шай қасықпен 1 қасық, осылай кіші қасықпен тұз қостым. Және де 2-3 қасық, осылай ас қасықпен, дәу қасықпен ұн қостым. Жақсылап енді араластыратын боламыз. Ұнды көп қоспаңыздар, 2-3 қасық ұн жетеді. Осылай жақсылап араластырып, табамызға кішкене май құйып, жай отта пісіре беретін боламыз. Ал енді қызып тұрған табамызға май құйдық. Май қызғаннан кейін астын басып, оттың астын басып, жай отта осылай қасықпен бір қасықтан салып, осылай екі жағын қызартып, котлетті пісіретін боламыз. Жай отта пісіріңіздер. Осылай екі бетін аударып отырып, жай отта әдемілеп қызартып пісіріп алыңыздар. Жай отта пісірсеңіздер, ортасы пісіп, өте дәмді, жұмсақ, әдемі болып шығады. Осылай екі бетін аударып отырып пісіріп алатын боламыз. Қасықпен осылай салып, үстінен басып, осылай домалақтайсыздар. Форма жасап, ақырындап әдемілеп пісіріп алыңыздар. Ал енді табамызды жуып тазалап алып, осылай кішкене май құйып, пиязды және де помидорды қуырып алып, кішкене су құйып, мен котлеттерді тағы бір 10-15 минутқа суда бұқтырып алатын боламын. Сол кезде жұмсарып, таза болып, ортасы піседі. Осылай суым қайнағаннан кейін котлеттерімді осылай видеодағындай орналастырып шығасыздар. 15-20 минут жай отта қақпағын жауып бұқтырып аласыздар. Мен дастарханға осылай және пюре қойып ұсындым. Баршаңызға ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Лайк басып қойыңыздар, достар. Сіздермен бірге болған Әсем.